Сәлеметсіздер ме? Мен Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының қызметкері Назерке Төлегенқызы. Сарайшық қаласының тарихына көпшіліктің назарын аударып, насихатталуында жергілікті өлкетанушылардың еңбегі зор болды. Бүгін туған жерінің тарихына бей-жай қарай алмаған, тарихи құндылықтың сақталуына бар күш-жігерін жұмсаған өлке тарихының жанашыры Қуанғали Қаштиұлы Жұмалиев туралы баяндамақпыз. 1950 жылы академик, ғалым, зерттеуші Әлкей Марғұланның өзі бастап келген археологиялық экспедициясынан кейін Сарайшықта қазба жұмыстары жүргізілген. Көне шаһардың тарих сахнасында үш бірдей орданың астанасы, мәдениеті мен қолөнері, кәсіпшілігі дамыған керуен жолының белді бекеті, діни орталығы, қазақ хандығының астанасы ретінде ұрпаққа танылғанын өзінің басты мақсаты санаған Қуанғали Қаштиұлы мемлекет және облыс басшыларына хатпен шығып, қазба жұмыстарын жалғастыруға рұқсат алды. Мына құжат 1997 жылы Атырау облысының әкімі Рабил Тәжіғарауұлы Шырдабаевтың Қуанғали Қаштиұлының хатына орай қабылдаған шешімі. Бұл шешім бойынша Сарайшық Қазақстанның ежелгі қаласы қорық құрылып, оның орындаушы директоры болып Жұмалиев Қуанғали Қаштиұлы тағайындалды. Ұсынысына қолдау тапқан Қуанғали аға ескі қаланың болашақ мұражай қорықтың макетін шабытпен жасап, ол жобаны елбасы бекітті. Археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде Сарайшықта мұражай, мешіт және қандар кесенесі ашылды. Аға арманы жүзеге асып, Сарайшық музей қорығы 20 жылдан астам жұмыс жасап келеді. Қуанғали Қаштиұлы туралы туған інісі Қайырғали Қаштиұлы Қаштиев ән ақиға атты естелік кітап жазды. Аға өмірінің шуақты сәттері бейнеленген бұл туынды аға туралы жазылған естеліктерге толы. Осымен назарларыңызға Қуанғали ағаның қызы Лариса Қуанғалиқызының әкесіне арнаған бейнебаянын ұсынамыз. Республикасының еңбек сіңірген қызметкері Жұмалиев Қуанғали Қаштиұлы 1936 жылы Бақсай ауданы Сарайшық қаласында дүниеге келген. Өмірін шәкірт тәрбиелеуге, өнер зерттеуге, өлке тарихын зерттеуге арнады. Өмірінің соңғы жылдары Атырау тарихи өлкетану мұражайының директор қызметін атқарды. Музейге жұмысқа келісімен 1950 жылдардан бері тоқтап қалған, табиғат құзырынан жайық суына шайылып, құлап өшіп бара жатқан Алтын Ордамен дәуірлес, Ноғай хандығымен алғашқы аттарын тұғырын тіккен, кіндік қаны тамған туған жері Сарайшыққа 1996 жылы Марғұлан атындағы археология институтынан бүгінгі таңда профессор Зейнолла Самашевті қазба зерттеу жұмыстарын жүргізуге шақыртуға қол жеткізді. Зейнолла ағамыз біздің үйде, Сарайшықта атам Қаштенің үйінде жатып жұмыс жүргізді. Қазба кезінде номер 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші археологиялық қазба орындары ашылды. Көптеген тарихи жәдігерлер табылды. Әкем Қуанғали осы жұмыстарды өзі басқарып, басы қасында жүрді, есебін жазды. Асырхан атымен бірлесіп, орта ғасырлық Сарайшық қаласының тұңғыш рет топографиялық картасын жасауға атсалысты. Әкем отбасымен өзінің армандары, жоспарлары, ой жаңалықтармен әрдайым бөлісіп отыратын. Біздерді Сарайшыққа жиі апарып, қазба жұмыстарымен таныстыратын. Сонда әкем марқұм айтатын: балаларым, мен зейнеткерлікке шығамын. Зейнеттен туған жерім Сарайшыққа, анаң екеуміз көшіп барамыз. Қазынаталдан үй салып, сол жерде жұмыс жасаймын. Үлкен тарихи өлкетану қорығын ашып, аспан асты музей ашуға еңбек етемін деп армандайтын. Осы арманын жүзеге асыру үшін облыс басшылығына талай хаттар жолдап, есіктер қағады. 1997 жылы идеясы мен ұсынысы облыс басшыларынан қолдау тауып, Сарайшық Қазақстанның көне қаласы қорын құруға рұқсат алып, қордың директоры Иманғали Тасмағамбетов әкем атқарушы директор болып тағайындалады. Сөйтіп, қорды ашуға қатысты барлық ресми құжаттардың бәрін әкеме жазуға тапсырады. Әкем осы құжаттардың бәрін өз қолымен жазып, машинкасына басып шығарады. Атап айтқанда, қор құру туралы шешім құрамы, жарғысы, штаттық кестесі, сметалық шығындар жоспары, 1998-2002 жылдарға арналған жұмыс жоспарын жасап, өзінің көптен ойында жүрген мәселелерін осы құжаттарға түсіреді. 1998 жылы қаңтарда осы құжаттардың жобасын басшылыққа жолдады да, арада бір ай уақыт өткенде 98 жылы 23 ақпанда әкемнің жүрегі тоқтап, арамыздан сағым болып шоқ жолдаздай ағып түсті. Арада бір жыл өткен соң әкемнің үлкен армандары жалғасын тауып,
1999 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әдейі келіп хан ордалы сарайшық музей қорығын ашқан. Біздер ұрпақтары қатты қуандық. Алтын орданың құрылуы сарай жерім, Құрманғазы, Аманғали, Ахмедияров туралы эссе, кіші жүздің шежіресі, тағы да басқа зерттеу еңбектерін жазып қалдырды. Қолжазбалары үй архивінде сақтаулы тұр. Әкем Қуанғалидың ел тарихы үшін ашқан жаңалықтары, еңбектері көп. Менің бүгінгі айтып отырған соның бір тамшысы. Өмірден өзі кетсе де, артында үлкен із қалдырды. Ісі өшпеді. Әкеміз біздер ұрпағы үшін үлкен мақтаныш. Өмірден өзі кетсе де, артында қалған еңбектері біраз адамдардың кітаптарына жазылып, өшпес мәңгілі мұра болып сақталып жатыр.